ғайбат, басқа бәле тілден. Қазақстан Республика Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі дін істері комитетінің дінтану сараптамасының оң қорытындысы берілген. Аударған Жаңар Теңлебаева. Аңдатпа. Адамгершілік құндылықтарының ең басты негізі өзіңе қаламағанды басқаға да қаламау. Мұның ең басты мәселе екендігі сонда. Адамдардың арасында тек осы қағида сақталатын болса, шешілмейтін мәселе қалмас еді. Мұсылман өзге мұсылмандарға қолымен, тілімен кесір тигізбейтін жан. Бұл қағидаға бағыну мүминдер үшін міндетті. Мұсылман жан айналасына осы сенімді ұялата білу керек. Әлдебір мұсылманға жала жабылған кезде ол жаланы естіген кісілер ол кісі ондай қылық жасамайды деп анық сеніммен айтатындай деңгейге жетуі тиіс. Мүмин адамдардың арасында болған кезде де оңаша жұрт оған сеніп қарайтындай жан болуы тиіс. Оның сөзімен де, ісімен де ешкімге зиян тигізбеуі маңызды. Алайда шайтанның әккі айласы көп, көбіне ол адамға бал деп өзінің уын жалатады. Мен ақиқат үшін айтып тұрмын деп адам көбінесе өзінің алданғанын білмей қалады. Шынтуайтында айтып тұрған нәпсі, ал айтқызып тұрған шайтан. Адам еш аңғармастан тілін осы екі дұшпанның еркіне берген кезде, одан не бір кесапат туындылауы мүмкін. Әсілі негізгі күнә ғайбат айтушыға тән. Бұл ақиретте де қиындық туғызатын, еш жазылмайтын жара. Мәселен, адам аз сөзбен-ақ үлкен қауымдарды ғайбаттауы мүмкін. Бірақ өмір бойы тырысса да өзі ғайбаттаған адамдарға барып, әрбірінің кешірімін алу мүмкін болмайды. Міне сондықтан да ғайбат сөйлеу пендені махшарда жерге қарататын өте нашар қылық. Айтылған сөз атылған оқ демекші, ауыздан бір шыққан сөзді де кері қайтару мүмкін емес. Егер адам ақиретте көтере алмайтын жүк, төлей алмайтын есеп арқалағысы келмесе, ең әуелі тіліне ие болу керек. Тіл өсек айту үшін емес, Алланы ұлықтау үшін берілген. Ғайбат айту мүміндерге жараспайтын қылық десек, бұл кітап мұсылмандардың осы нашар әдеттен арылуына көмектеседі деген үміттеміз. Баспанадан. Тіл жұмақтың кілті немесе тозақтың ағашы. Бас аман болсын десең тіліңді дей, мақал. Тіл дәм сезетін, үн шығаратын, сөйлейтін адамның ауыз қуысындағы негізгі мүшесі. Бұл мүше жер бетіндегі жаратылыстың көпшілігінде бар. Бірақ адамның тілі басқалардан ерекшеленеді. Өйткені адам тіл арқылы сөйлейді. Ішкі жай-күйін сол арқылы сыртқа шығарады. Тіл өзгелермен қарым-қатынас жасайтын, пікір алысып, өзара түсінісетін құрал. Тіл адам үшін маңызды мүше, айрықша қабілет. Ұлы жаратушының адам баласына берген үлкен нығметтерінің бірі сөйлеу қабілеті және тіл. Себебі Құран кәрімде сөйлеу қабілеті мен тілге ерекше тоқтатылған. Адам жаратылысындағы негізгі сыр оның сөйлеу білу қабілетінде жатыр деуге болады. Иллахи есімдері білетін, Алла тағаланың есімдерін ең әдемі айтатын жалғыз жаратылыс адам екендігі күмәнсіз. Адам аты арқылы барлық адамзат баласы осы нығметке бөленіп, сол арқылы періштелердің өзін қайран қалдырған. Пайғамбардың пайғамбарлық тәшкиюі Алладан келетін иллахи ақиқаттарды адамзат баласына түсіндіре білу, өздеріне түскен кітаптарды адамзатқа жеткізу және үмбеттердің бұларды пайдалануы әрдайым тіл арқылы жүзеге асқан. Құранды оқып, түсіне білуіміз де осы қабілетке ие болғандығымыздың арқасында. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалям Алланы ұнататыны әсем дауысты бір пайғамбардың Құранды әсерлі, мәнерлі етіп оқуы деу арқылы Құранды көркем етіп оқыған пайғамбардың хақ тағаланың құзырындағы орны көрсетіп берген. Тіл адамның осы дүниедегі өмірінің мәнін келтіретін және о дүниеде өзіне жұмақтың есігін ашып, тозақтың есігін жабатын күш. Адам жүрегінен шығып, тілмен айтылған калима таухид оған мәңгілікке шексіз бақыттың есіктерін мәңгілікке ашады. Ал егер ол өзіне берілген осы күшті жақсылыққа, сауапты іске емес, іблістің айтағына бағыттайтын болса, жұмақтан алыстап, тозаққа жақындайды. Екі ерін арасындағы тіл дұрыс қадағаланса, берекелі жақсылыққа себеп, ал қадағаланбаса қаншама күнәға батырады. Тілдің ең маңызды қызметі сөйлеу қабілеті. Адам ата, о Раббымыз, біз өз-өзімізге кесір тигізіп, қиянат жасадық. Егер бізді жарылқап, кешірмесең, әрі рақымыңа бөлемесең, сөзсіз зиянға ұшыратындардың қатарында боламыз деп өкініш білдірсе,
Ібіліс, мен одан әлде қайда артықпын. Өйткені сен мені оттан жараттың, ал адамды балшықтан жараттың деген сөзімен дөрекілігін байқатқан. Тіл мен сөз адамзаттың ең биік дәрежеге де көтере алады. Сондай-ақ оның ең төменгі дәрежеге түсіріп, масқара да ете алады. Пайғамбарымыз бұл ақиқат туралы мына жайттарды ескерткен. Құл Алла қалайтын бір сөзді айтады, бірақ сол арқылы Алланың разылығын алатынын еш ойламайды. Алайда Алла сол сөз үшін оған қиямет күніне дейін разы болады. Және пенде өзі мән бермей айтқан Раббысына ұнамды бір сөз үшін Алла оның дәрежесін көтереді деген, және айтқан сөзінің қайда барып тиетінін ойламайтын адамдарға пенде Алланың азабын керек ететіндей бір сөз айтады, бірақ ол сөздің Алланың азабына ұшырататынын ойламайды. Алайда Алла ол адамды айтқан жаман сөзі үшін қияметке дейін азаптайды. Пенде ойланбастан бір сөз айтып салады, сол себепті тозақтың шығыс пен батыс арасында ұзақ бір жеріне түсіп кетеді. Және пенде мән бермей адамның ашуын келтіретін бір нәрсе айтқаны үшін Алла оны тозақтық етеді. Бұдан шығатын қорытынды адам аузынан шығатын сөздерді әуелі іштей таразылап алу керек. Сондықтан да тіл деген адамзатқа аманатқа жіті қарап, дұрыс сөйлеп, балағат, жалған, ғайбат, өсек, сөз тасу секілді жаман істерден тілімізді мейлінше сақтайық. Ойнап сөйлесек те, ойлап сөйлейік. Үндемеген үйдей бәледен құтылады. Тілді жаман сөз айтудан сақтау Аллаға ең ұнамды істердің бірі. Алла тілін түзеп, жөн сөз сөйлейтін адамға рақымдылықпен қарайды. Ауызға ие болу, бір сөз айтпай тұрып 1000 рет ойлану, айтар сөзімнің ұшы қайда тиеді деп ойлау кәміл мүміндерге тән қағида. Орынсыз әрі бос сөзге жүрекке қайғы, тәнге әлсіздік және ризыққа таршылық әкеледі. Көп сөйлейтіндер о дүниедегі өмірін қатерге тігеді. Алайда адам көп сөз сөйлеумен емес, айтқан сөздерінің орынды әрі пайдалы болуымен өзінің қадірін арттырып, беделін өсіреді. Керісінше барлық жерде көсіліп, орынсыз сөйлей беретін адам өзі білмейтін тақырыптағы нәрселерді айтқан сайын қателіктерге ұрынып әрі сөзінің қадірін түсіреді. Кім көп сөйлесе, жиі қателеседі. Кім жиі қателесе, күнәға көп батады. Ал кім көп күнә жасаса, тозаққа көбірек лайықты. Умар ибн әл-Хаттаб. Сол себепті тіл тия білу күнәдан арылудың әрі иманды сақтаудың бір жолы. Алла Расулы, кімде-кім маған екі жағы арасындағы тілі мен екі бұты арасындағы мүшесін қорғауға уәде берсе, мен оған жұмақты уәде етемін. Және Алла кімді екі жағы және екі бұты арасындағы жамандығынан сақтаса, ол адам жұмаққа барады деген. Мүминдер бұл мәселеде осы айтылғанды орындайтын болса, пайғамбарымыз махшар күні оларға көмектесіп, қолдарын ұстап, Алланың рұқсатымен оларды жұмаққа ертіп апарады. Дүниеде қолын, тілін және белін берік әрі нық ұстаған жандардың ақиретте берер есебі де оңай болады. Аз және сыз сөйлеген адамның оңай есеп берері күмәнсіз. Ауыздан шыққан әрбір сөздің сақталатыны және уақыты келгенде оның есебі сұралатыны, немесе ақысы төленетіні туралы да айтылады. Суфиян ибн Абдулла радиаллаху анх өзі туралы ең көп не нәрсеге алаңдайтынын сұрағанда, Расулла қолымен міне мынау деп тілін көрсеткен, және сөздеріне мұқият болуын ескерткен. Қысқаша айтқанда, хақ тағала туралы сөз қозғалмайтын бос сұхбаттар, мән-мағынасыз бос әңгімелер жүректі қатайтады. Бос сөйлеп өмірін босқа өткізгендер бұл нашар әдеттен айырылмайынша Алладан алыстайды және берекесіз, рақымсыз өмір сүреді. Алла баршамызды осындай адасушылықтан сақтасын. Адамның жүрегі мен тілі. Қазақ тілінде тіл, үн шығаратын, адамның сөйлейтін ауыз қуысындағы негізгі мүшесі деген мағынаны білдірсе, парсы тілінде діл, көңіл және жүрек деген мағынаны береді. Бұл екі сөз арасында жақын байланыс бар. Өйткені тіл жүректен шыққанды дауыспен жеткізеді. Жүрек тілден қалай жеткізуді сұраса, тіл де солай жеткізеді. Адам денесіндегі барлық мүшелер тілдің өткірлігінен және оның жан сыздатушы қасиетімен әсерленеді. Сол себепті Алла Расулы бір сөзінде адам таңертең тұрғанда барлық мүшелері тілге жүгініп, оған былай дейді: біздің қақымызды қорғау
да Алладан қорқ. Біз тек сенің айтқандарыңмен жазаға тартыламыз. Біз саған бағыныштымыз. Егер сен тура болсаң, біз де тура боламыз. Егер сен тайып жолдан шықсаң, біз де сенің артыңнан еріп ізіңмен кетеміз деген және тілдің адам денесінде қаншалықты ықпалды мүше екенін көрсеткен. Сөйлеу тілі адамның шынайы келбетін көрсетеді. Жүректе даналық бар болса, сөзі де мәнді болады. Жүректе зұлымдық бар болса, сөйлеу әдісі де жаман, ауыр болады. Жүрегі таза еместердің аузынан шыққан сөздері де таза болмайды. Жүрегін Алланы зікір етумен әсемдеген адамның аузынан даналық тамшылары төгіледі. Жүректерінің күмән басып, ғайбат сөз жаулағандардың тілінен у тамады. Мұндай сөздер адамдардың қасиеттерін, ар-намысын, жүрегін жаулай келіп, барлық жасаған істері арқылы Алланың азабына душар болады. Бұған керісінше жүрек пен тілінде не бар екеніне назар салған, оларды әрдайым назарда ұстаған кәміл мүминдер болса, илахи рақымдылыққа бөленеді. Адамның өзі, заты дұрыс болмай, сөзі де дұрыс болмайды. Жүрек қаншалықты тілдің айнасы болса, тіл де жүректің айнасы. Қарайған жүрек тіл арқылы қалайша жаман, ауыр, балағат сөздер арқылы айналасының мазасын қашырса, арам, адал деместен барлық сөзді қолданған тіл де жүректің рухани кемшілігінің артуына және жамандыққа ұшырауына себеп болуы мүмкін. Бұл мағынада екі тіл, көңіл мен тіл арасында келеңсіз ортада қалыптасады. Бұл екі мүшенің бір-біріне жамандыққа шақыратын құрылымдары бар. Әрине бұл ықпалдасуға оң тұрғыдан қарайтын болсақ, жағдай керісінше болады. Жақсы жүректің тәржімасы болған тіл жақсы нәрселерді шығарумен қатар, бұл айтқандарды сол жүрекке әсер етеді. Бұл екі мүше екі жан жолдас секілді. Жаман жолдастар қалайша бір-бірін жамандыққа мәселесінде күш беріп қолдайтын болса, жақсы жолдастар бір-біріне жағымды ықпал етіп, жақсы істеуде қолдайды. Бұл қатынасты Алла Расулы жүрегі түзелмейінше құлдың иманы дұрыс болмайды. Тіл түзелмейінше жүрегі дұрыс болмайды деп қорытқан. Бір риуаят бойынша Дәуір алейхиссалам Әзірет Лұқманның бір қойын сойып, ең жақсы жерінен 2 кесек ет әкелуін сұрайды. Әзірет Лұқман малдың тілі мен жүрегін алып келеді. Содан кейін малдың ең жаман жерінен 2 кесек ет әкелуін сұрайды. Әзірет Лұқман тағы да тіл мен жүректі алып келеді. Әзірет Дәуд мұның себебін сұрағанда Лұқман алейхиссалам былай деген: бұл екеуі жақсы болса, бұлардан артық ештеңе жоқ. Бұл екеуі бұзылса, бұлардан жаман ештеңе жоқ. Раббымыздың тіліміз бен жүрегіміз әрдайым Алланы зікір етумен болсын деп тілейік. Не жақсы нәрсе айт, не үндеме. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Аллаға және ақирет күніне сенетін адам не жақсы нәрсе айтсын, немесе үндемесін деп бізге сөйлеу әдебі тұрғысынан маңызды сабақ береді. Оның өміріне қарап отырсаңыз, ешқандай орынсыз айтылған сөз таппайсыз. Сөйлеген кезінде сөздері мүбәрәк аузынан маржандай болып төгілетін. Сөзді шебер қолданатын, ешқашан ысырап етіп, бірде-бір артық сөз айтпаған. Аз әрі нақты сөйлеген. Оның ең жақын досы әрі шәкірті болған Әбу Бәкір радиаллаху анх де солай болған. Алла Расулының жолдасы екеніне қарамастан, оның қасында аз сөйлейтін. Олар сондай ұлы адамдар болды. Көбінесе көңілмен түсінісетін. Тұрыстарынан, ымдарынан не дегісі келгенін білініп тұратын. Жүздері жүректерінің айнасы болатын. Сөздерін үнемді әрі орнымен қолданатын. Осы тұрғыдан орнына қарай сөйлеу мен үндемеу тең келіп тұрса, үндемеуді таңдау сүннет деуге болады. Біздің мәдениетімізде мәжілісте тек пайдалы сөз айтатын адам сөйлеп, тыңдауы керек адамдар әдеппен үнсіз отырып тыңдайды. Бұл өзі жазылмаған қағида деуге болады. Тіл тиімді пайдалануға қажет қабілет. Қалтамыздағы ақшаны орынсыз шашпай, жоспарлы түрде қалай қолдансақ, сөзді де үнемді қолданып, орынды сөйлеуіміз керек. Көп сөйлейтін мыжың адамдар сөзін де уақытында ысырап етеді. Барлық нәрсе секілді де өзінің сөзінің де ысырабы бар. Алла ысырап етушілерді ұнатпайтынын білдірген. Сөз бен уақыт аманатқа берілген екі құндылық. Адам бұларды дұрыс қолдана білсе, екі дүниеде бақытқа кенеледі. Ал бұл дүниеде орынсыз қолданғандар ақиретте соның азабын тартады. Екінші жағынан қарағанда керек кезде әрине сөйлеу керек. Тіпті кей кездерде сөйлемеудің өзі күнә.
әсемдікті жеткізу және жұртқа жақсы нәрселерді таныту үшін айтылған сөздер, сұхбаттасу, уағыздар, конференциялар, барлық ұйымдастырылған жұмыс, сауапты істер. Жамандықты жою, жамандыққа кедергі болу үшін сөйлеу, ізгілікті іс әрі сауап. Егер сөйлеу арқылы ақиқат орнайтын болса, ол жерде сөйлеу уәжіп, үндемеу күнә. Алланың разылығын көздемейтін әрі жақсы мақсатқа бағытталмаған сөздер зиянды. Сөйлеу керек жер мен уақытта үнсіз қалуда жаман іс. Ата-бабаларымыз сөз күміс болса үнсіздік алтын деген, бірақ кейбір жағдайларда сөйлеу керек болған жерлерде сөйлеу керек. Қай жерде сөйлеп, қай жерде үндемеуді білу маңызды. Ақиқат аяққа тапталып жатқан жерде үндемеген адам тілсіз шайтанмен теңестірілсе, орынсыз бос сөйлегендер шайтанның досы әрі тілмашы деп суреттеледі. Кәміл мүминнің айтулы ерекшеліктерінің бірі оның үнсіз ойлануында, даналық сөздер айтуында. Ол үнсіз тұрғанда мәнді, пайымды нәрселерді ойласа, сөйлеген кезде даналық сөздер айтады. Кімге осындай игілік берілген болса, оған үлкен ізгілік берілген деген сөз. Мұндай қасиет әрбір жанға нәсіп бола бермейді. Таяқ еттен, сөз сүйектен өтер. Ата-бабаларымыз тілдің адам көңілін қалдыратын әсерін таяқ еттен, сөз сүйектен өтер. Тілмен түйгенді тіспен шеше алмас, деп өте шешен тілмен жеткізген. Кейде бір ауыз сөздің өзі қалдырған көңілді қайта қалпына келтіру оңайға соқпайды. Өйткені тіл жарасы басқа жаралар секілді жазылып кете салмайды. Ол кейде өмір бойы жазылмауы да мүмкін. Тіл кейде үлкен қиындықтарды да тудыруы мүмкін. Кейде жылғымен жыланды іннен шығарса, кейде уын шашып жазылмас жара салады. Сол себепті сөздің салған жарасы туралы қаншама туындылар жазылған, әндер айтылды. Айтылған сөз атылған оқ, ешқашан да оны кері қайтара алмайсың. Не нәрсені болсын бұзу оңай, ал жөндеу қиын. Бір дос табуға бір жылда жетпеуі мүмкін, ал досты жоғалтуға бір сағатта жетеді. Сол себепті тілді жаңа достар табуға, ескі достармен қарым-қатынасты одан әрі жалғастыруға қолдануымыз керек. Олардың көңілін қалдыратын сөздерден аулақ болғанымыз жөн. Нағыз мүмин аузына ие болады. Сүннет шеңберінде нағыз мұсылман басқа мұсылмандар оның тілі мен ісіне сенетін адам болып табылады. Ислам өлшемінде нағыз мүминнің басты сипаттарының бірі айналасындағылардың сенімінен шыққан, тілімен де, ісімен де ешкімге зиян келтірмей дұрыс өмір сүруі. Осыған орай, мүминмен бірге отырған адам ол жерден тұрып кеткен кезде артына алаңдамайды. Артында қалған бұл кәміл мүмин өзін ғайбаттамайтынына және басқалардың ғайбаттауына жол бермейтініне сенімді болады. Тілімен қолын абайлап, басқалардың құқығына қол салудан аулақ тұрған адам кәміл мүмин. Мұндай адамдардан ешқандай зиян келмейді. Осындай дәрежедегі мүмин өз ар-намысын қалай қорғайтын болса, бауырлары мен достарының ар-намысын солай қорғайды. Жоғарыда айтылған хадисте назар аударарлық маңызды мәселе тілдің қолдан бұрын бірінші болып айтылуы. Осындай-ақ тілмен зиян келтіру қолмен зиян келтіруден де жаман екенін түсіне аламыз. Өйткені қолмен жасалған шабуылға қарсылық көрсетіп тойтарыс беруге болатын болса, тілмен жасалған шабуылға көбінесе қарсылық көрсетілмейді. Көбінесе ғайбат сөзбен жала сөздер жауапсыз қалады. Осындай қиянаттардың нәтижесінде адамдар кейде елдер бір-бірімен қақтығысып жатады. Сөзбен жасалған шабуылдарды байқау және одан туындайтын жамандықты анықтап, оңалту өте қиын болады. Міне сондықтан да Алла Расулы өз сөзінде әуелі тіл туралы айтқан. Мұсылман деген есімді бізге сәлем деген сөзден алып Алла берген. Алла Раббымыз дініміздің атын ислам деп қойған. Бұл сөздердің барлығының түп төркіні бейбітшілік, сенімділік және амандық деген мағыналарды беретін силм сөзінен туындайды. Мүміннің өмірінде сенім мен амандық негізгі мәселені құрайды. Тіпті ол Раббының құзырына ізгі жүрекпен барған кезінде үлкен жетістікке қол жеткізеді. Өйткені Алла Раббының құзырында мал-мүлік те, тек те пайда бермейді. Адамның Раббысына ұсынатын таза жүрегі ғана оны құтқарады. Дұрыс өмір сүрген мүмин таза жүрегімен Алланың құзырына шығады. Амандықта, сенімділік ішінде өмір сүрудің басты шарттарының бірі басқаға сөзбен немесе іспен кесір тигізбеу. Осы екі негізгі нәрсені игере білгендер кейін мұның қайтарымын артығымен алады.
Мүминдер иманда толығу әрі сенімдерінің сапасын арттыру ниетімен жүрген жолдарында имандары ақиқат иманға айналып, нәтижеде барлық өмірі Аллаға айна болатындай түрде дамиды. Бұл шыңға шығу үшін ауызға ие болу, оны тілдің апаты деп қабылданған кеселдерден аулақ тұту және әрдайым Алла разы болатындай шеңберде ұстау шарт. Аз және саз сөйлеу. Рухани тұрғыдан биіктеп, Аллаға жақын болғысы келетін адам мына үш нәрселерге назар аудару керек. Аз тамақтану, аз ұйықтау және аз сөйлеу. Қарастырып отырған мәселеміз аз сөйлеу туралы болғандықтан, аз және саз сөйлеу мәселесіне кеңірек тоқталайық. Аз сөйлеу ғайбат, жала жабу, көре алмау және өсектеу сияқты жаман қылықтар кездеспейтін, туралықтан шықпайтын аз, саз және даналық сөз дегенді білдіреді. Аз сөйлемейтін және не айтқанда мән бермейтіндер даналық мектебінің шәкірті бола алмайды. Бұл мектепте оқығысы келетіндерге қойылатын негізгі талаптардың бірі аз және нақты дұрыс сөйлеу. Басқаша айтқанда, ақиқатты тану жолындағы алға қадам басқысы келген адам ең алдымен сөйлеген сөзіне мұқият қарауы тиіс. Мұндай адам өзі айтып тұрған немесе айналасында айтылған барлық мәселені Алла тағала және Расулламен байланыстырып, оның аузынан тек ақиқат сөз шығуы керек, және де тілі әрдайым сол ақиқаттың жеткізушісі болуы тиіс. Аллаға апаратын жолдар өте көп, алайда кейбір жағдайлар адамның қысқа уақыт ішінде үлкен қашықтықты игеруіне жол ашады. Аз және саз сөйлеу де адамның аз уақыт ішінде үлкен деңгейге жеткізетін, Алланың сүйіспеншілігі мен назарына бөлейтін жақсы қасиет. Бұл пайғамбар мен сахабалардың мінез-құлқы. Жұмақ пен Алланың дидарына құштар жандар мойындарында қарғы, аяқтарында тұсау, қолдарына кісен секілді тұрған көп ұйықтау, көп тамақтану, көп сөйлеу сияқты шынжырлардан арылуға күш салуы тиіс. Ауыздарын ашқанда тек ақиқатты айтып, ғайбат сөзден, жаладан сақ болуы керек. Ғайбаттау деген не? Алланы еске алумен болыңдар, өйткені ол шипа. Ешқашан өзгені өсекке таңбаңдар, өйткені ол дерт. Әзірет Омар радиаллахи анх. Қазақ халқының ұғымында ғайбат деп біреудің сыртынан жамандауды айтқан. Түсіндірме сөздіктерде де ғайбат сөзіне өсек аяң, жалған сөз деген анықтама берілген. Ғайбат кез келген адамды киген киімі, дене бітімі, мінез құлқы, туыстары, тіпті тұратын үйі және мінетін көлігіне дейін дін мен дүние істеріне қатысты мәселелерде өсектеу, яғни сыртынан айту деген сөз. Ғайбат мүминнің ар-намысына деген шабуыл, Алланың тағдырына қарсылықтың бір түрі. Одан да сорақысы ол адамның ең құнды байлықтарының бірі болған уақытты бос өткізуі және ысырап етуі деген сөз. Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалям ғайбаттың не екенін білесіңдер ме деп сұрағанда сахабалар Алла мен Расулы әрине ең дұрысын біледі дейді. Пайғамбарымыз ғайбат бауырыңды оның ұнатпайтын нәрсесімен айтуың деген кезде сахабалар ал айтқан нәрсеміз бауырымыздың бойында болса ше деп сұрайды. Пайғамбарымыз да бұл сұраққа егер сен оның бойында бар нәрсені айтсаң ғайбаттағаның, ал егер оның бойында жоқ нәрсені айтсаң жала жапқаның деп жауап береді. Ислам тәрбиесі бойынша адамның айыбын бетіне басу намсыз деп саналумен қатар сыртынан айтуға да тыйым салынады. Адамдарға жаман лақабаттар тағу, кемсіту және олардың құпия жағдайларына сұғыну исламның дұрыс санамайтын жаман әрекеттерінің бірі. Бұлардың жаман істер екендігін Хақ тағала Хужурат сүресінде көрсетіп ғайбат туралы былай деген: біріңді бірің ғайбаттамаңдар. Қайсы бірің болмасын өлген бауырыңның етін жегенді ұнатады ма? Әнекей, бірден жиркендіңдер. Ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз Алла тәуәп, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші. Рахим, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Бұл аяттың түсу себебі ретінде мына оқиға айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям жорыққа шыққан кезінде жағдайы нашар бір сахабаны ауқатты екі адамның қасына қосып беретін. Ол әлгі екі кісіге қызмет ететін. Салман Фарисиді де осылай екі сахабаның қасына қосып береді. Ол соларға қызмет етіп, тамақтарын пісіретін. Бір күн ұйықтап қалып, ештеңе пісіре алмайды. Олар оны қатық сұрап әкелуге пайғамбарымызға жібереді. Пайғамбарымыз оны Усамаға радиаллаху анхиға жібереді. Салман радиаллаху анх барып Усамадан қатық сұраған кезде қатық жоқ екенін айтып, қолын бос қайтарады. Салман
радиаллаху анх кері оралып жағдайды айтқан әлгі екі кісі Усама туралы онда бар болатын, бірақ сараңдығы ұстап бермеді дейді. Сосын Салманды жейтін қорек сұрайтып басқаларға жібереді. Бірақ Салман қайда барса да ештеңе ала алмай қолы бос оралады. Сонда әлгі екі кісі Салманды, егер Салманды Сүмейха құдыға жіберсек, оның да суы тартылып кететін шығар деп қағытады. Кейіннен бұл екі кісі Расулаллаға барады. Екі дүние сардары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға: "Мен неге сендердің ауыздарыңнан еттің қалдығын көріп тұрмын?" дегенде олар: "Ант етеміз, біз бүгін ет те басқа ештеңе де жеген жоқпыз" деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз: "Сендер өздерің байқамасаңдар да Салманның және Усаманың етін жедіңдер" деген еді. Ғайбат сөз. Аятта көрсетілгендей өлген адамның етін жеу секілді жаман әрі жиіркенішті күнә. Өлген кісі өзін қорғауға қаншалықты әлсіз болса, ғайбатталушы адам да өзінің ғайбатталғанынан хабарсыз, қорғаусыз және шарасыз. Ғайбаттаушы адам өлген адамға шабуыл жасау секілді жиіркенішті іс жасады деген сөз. Ешқандай кәміл мүмин мұндай жаман іске бармайды. Мәйітті жеу қандай лас нәрсе болса, ғайбат та жай ғана күнә емес. Ол өте жиіркенішті әрекет және мұсылмандардың қоғамдық құрылымын әлсірететін апат. Бір денеде орналасқан аяқ қолды қалай қызғанбаса, оған қалайша жамандық ойламаса. Мүминдер де бір-бірін ғайбаттамауы керек. Әйтпесе бауырлар арасындағы мықты байланыс әлсірейді әрі ықыласты бәсеңдететін әрекет жасалған болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сүләйм ибн Жабирге жасаған ұсыныстарында ислам ақлағы туралы мынадай ескертпелерді жасайды. Жақсылықтың ешқайсысын асынба. Діндес бауырыңды жылы қабақпен қарсы алып, оған күліп қара. Қасыңнан кеткен кезде артынан ғайбаттама. Мүминнің іші мен сырты бірдей болуы тиіс. Ол адамның бетіне қарап күліп, сыртынан ғайбаттамайды. Барлық жағдайда да бауырының құқығын қорғап, оның ар-намысы мен өзінің ар-намысын тең көреді. Ахнаф ибн Қайс: "Қасымнан тұрып кеткен адамның жаман жерін айтқан емеспін" деп бұл мәселеде мүминдерге үлгі болған. Алла Расулы мүминдерге тағы басқа да ескертпелер жасап былай дейді: "Бір-біріңді күндеуші болмаңдар. Тұтынушыны шағыстыру мақсатында алмайтын затыңды алатындай болып бағаны көтермеңдер. Бір-біріңмен өштесіп кектенбеңдер. Келісілген сауданы біреу келіп бұзбасын. Ей Алланың құлдары, бауыр болыңдар. Мұсылманның бауыры, оған зұлымдық жасамайды. Менсінбей қор санамайды. Мұқтаж кезінде оны тастап кетпейді." Осы ескертуден кейін 3 рет кеудесін көрсетіп былай деген: "Тақуалық мына жерде. Мұсылман бауырын менсінбей оны қор санау адам үшін жеткілікті жаман. Бір мұсылманның қанын төгу, малын алып қою, ар-намысына тиюге басқа мұсылмандарға тыйым салынады. Мұсылмандар бір-бірінің бауыры, бір-біріне озбырлық жасамайды. Оның көзінше де, сыртынша да қорлап мазақ етпейді, ар-намысына тимейді. Егер бұларды жасайтын болса, бұл оларға күнә ретінде жеткілікті. Өйткені бұл қылмыстар жай қателіктер емес. Біздің мән бермей жай нәрсе деп қарағандарымыз Алланың назарында өте үлкен іс болып жазылуы мүмкін." Хақ тағала Хужурат сүресіндегі аяттың басында мүминдерге 6 түрлі тұрғыдан сұрақ қойып былай дейді: "Ақылдарың жоқ па? Осынша жаман нәрсені түсінбейсіңдер ме? Ойлау, қабылдау қабілетінен айырылдыңдар ма? Осыншалықты жиіркенішті әрекеттің қатерлілігін байқамайсыңдар ма?" Бірінші сұрақ. Екінші: "Жүректеріне не болған? Осындай жиіркенішті бір күнәға оң көзбен қарайсыңдар. Осындай жиіркенішті нәрсеге қалай оң көзбен қарауға болады?" Үшінші: "Жеке мәдениетіңіз осындай кесірлі істі қалай қабылдайды? Қалайша қарсылық көрсетпейді?" Төртінші: "Адамдық сезімдеріңіз осынша төмендегені ме? Адамның мәйітін жеуді қалай қабылдайсыңдар?" Бесінші: "Мейірімділік пен кішіпейілділік сияқты сезімдерің қайда? Діндес бауырларыңнан бастап басқа тұрғыдан да бауырдай болған адами рухани құндылығын нысапсыз түрде қалай аяққа таптай аласыңдар?" Алтыншы: "Ар-ождандарың қайда? Жаратылыстарың бұзылған ба? Бауырыңызға етін жеу сияқты ең жиіркенішті нәрсені қалай жасайсыңдар?" Міне, ғайбат айтқан адам осы сұрақтарға жауап іздеп, нәтижеде істеген істерінің қаншалықты жиіркенішті екенін аңғаруы керек. Бірнеше ислам ғалымы ғайбат мәселесінде өте мұқият болғаны соншалық, мұсылмандардың қамқорлығында бейбіт өмір сүрген мұсылман еместерді ғайбаттауды харам деп санаған.
Ұлы дініміз мұсылмандардың қамқорлығында болған мұсылман немістердің малын, жаны мен намысын қорғайтын қағидалар қойған. Бір христиан немесе яһудиге оны мазақтау мақсатында сен яһудисің немесе сен христиансың деу мұсылман адамға күнә болып жазылады. Біреуді нақақ өлтіру, малын тонау қаншалықты ауыр күнә болса, ар-намысын таптап намысына тиюі де сондай күнә. Аллаға есеп беретін ойлап өмір сүретін нағыз тақуа, Аллаға шын сенетін және сыртынан ешкімді ғайбаттамайтын жан. Бір адамның сыртынан сөйлеудің ғайбат болу үшін ол адамның таныс кісі болу керек. Танымайтын адам туралы айту ғайбат емес, бірақ сонда да айтпаған дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреудің жағымсыз қылығын көрген кезінде оның атын атап айтпастан, кей кісілерге не болған, бұлай да бұлай істейді деп жалпылама сөздер қолданған. Ғайбатта назар аударарлық мәселелердің бірі сөздің қандай ниетте айтылғандығы. Бұл өте күрделі нәрсе. Бұл жерде адамдар жаңылып шайтанның ермегіне айналуы мүмкін. Сол себепті ғайбат деген қатерлі істерге жоламау керек. Барынша мұқият әрекет жасау керек. Әлдекім туралы жақсы оймен ол адамдағы әлде қандай кемшілікті жоюды көздеп айтқан сөздер ғайбат болып саналмайды. Бұл өзі өте бір нәзік мәселе. Бұл өлшем бойынша адамның қателігін оны кемсіту ниетімен қозғау, әрі оны сөз ету ғайбат болса, ал қателікті түзету мақсатында немесе жақсы ниетке сүйенетін басқа бір себеппен жеткізу ғайбат емес. Тіпті кейде адамды қате жолдан қайтару және жақсы пікірде болу сауапқа себеп болады. Бұл жерде назар аударарлық басты мәселе, егер ол кісінің атын атап көрсетпестен оң нәтижеге қол жеткізуге болатын болса, онда ол кісінің атын атамаған жөн. Мұнан шығатын нәтиже ұнатпайтын адамдарымыздың сыртынан кектеніп сөйлеудің ғайбат екендігі. Мүминнің міндеті өзі қаламайтын үшінші тұлғаны ғайбаттау емес, ашуын бақылауға алу және өзіне назар аудару. Ислам әлемінің көрнекті өкілдерінің бірі Ибрахим ибн Адхамның өзгенің кемшілігін қазбалап, өз кемшіліктеріңді ұмыттыңдар деген сөзі бар. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху жолдасыңның кемшіліктерін ойыңа түсірген кезде дереу өз кемшіліктерің туралы ойла деп, мүминнің әуелі өз қатесін білу керектігін ескертеді. Бәкір ибн Абдулла әл-Музани айтады, өз қателігін ұмытып, басқаның кемшілігімен айналысуға құмар адам азапқа ұшырайды. Хақ тағала оның бұл да әрекеттеріне бәлкім уақыт беруі мүмкін, бірақ немқұрайлы қалдырмайды. Бір күні жасағандардың өтеуін міндетті түрде тілетеді. Нәпсінің осалдықтарының бірі жағымсыз қылықтарды мойындамауы, ал жақсы қасиеттерді дереу иеленуі. Ол ақы берілген кезде жүгіреді, ал қызмет ету деген кезде қателер, өлім туралы айтылған кезде кері қашады. Біз басқалардың қатесін көруде бүркітке, өз қателігімізді көруде жынды көбелекке ұқсаймыз деп, бұл жағдай келісті суреттелген. Хасан Басри да адамның өзіндегі кемшіліктерге мән бермеуін, ей адам баласы, бауырыңның көзіне түскен қиқымды көресің де өз көзіңе түскен томарды көрмейсің деп астарлы сөзбен түсіндіреді. Ол тағы бір сөзінде, ей адам баласы, сен өз бойыңда да кездесетін қателік үшін басқа адамды айыптауды қоймайынша, және бұл қателік түзеуді өзіңнен бастамайынша нағызға иманға қол жеткізе алмайсың. Егер бұл істі өзіңнен бастайтын болсаң, сенің бірінші ісің нәпсің болады. Аллаға ең сүйікті құл өзінің кемшіліктермен айналысқан адам дейді. Нәпсіні тәрбиелеу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Ол нағыз азаматтың ісі. Басқалардан кемшілігімен емес, өз қателіктермен айналысу нәпсін тәрбиелей алатын адамдардың басты ерекшелігі, және бұл қиын сынақтан өте алғандар үлкен биікті бағындырған болып саналады. Ұлы жаратушы бізді өз кемшіліктерімізді дұрыстаумен шұғылдандырсын. Әркім өз үйінің алдын тазаласа, қалада таза болады. Әркім өз қатесімен өз айналысатын болса, Фараби армандаған ізгілікті қауымның қалыптасу қиялы емес, шындыққа айналады емес пе?